Tur. Turmayısın da kahraman şişeğine. Tur. Tur bol. Gel gel. Sonra böyle şişeğine rahatsız yine. Ушундайдагы адам да бар экен туугандар. Өзүнүн атасын кордогон, өзүнүн атасын сөккөндө дагы оозго алгыс сөздөр менен ушунчалык кордоп сөккөн, урган, кордогон балдар бар экен да. Кудайым ушундай балдардан сактаган болсун туугандар. Өтө көрүп алып азыр жүрөгүм ыйлайт да, видеону көрүп алып жүрөгүм ыйлайт. Жүрөгүң ыйлайт. Кудай таала мынсап берсин адамдарга. Ошого ошон адамдарга мынсап берсин. Мол атасын уруп аткан жигит маданият адам экен, тамада экен. Мындай элге аралашып жүргөн адам экен да. Элдин көзүндө ырдап жүргөн адам экен. Кылган ишин карагыла. Кошуналары тартып албаганда балким бул нерсе билинбей калат эле да. Карагыла. Өзүнүн атасын туугандар. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Эч кимдин башына мындай иш түшпөсүн. Кудай сактасын. Әкесін көгала қойдай сабаған Алмас Садақбаев жайлы не белгілі? Әлеуметтік желідегі жазбаларына қарасақ, оның үздік асаба мәдениет үйінің қызметкері екенін аңғаруға болады. Тіпті ауыл шенділерімен бірге қарияларды құрметтеу акциясына қатысқан. Алайда мұның барлығы мәдениетшіл адамның тек сыртқы көрінісі сияқты. Әкесін ұрып соққан азаматтың шын бейнесін, оқиғаны өз көзімен көрген куәгер баяндасын. Менің көргенімнің, түнде ұйқы жоқ, күндіз ұйқы бермейді екен да. Түшіп қоясын, сеп қоясын деп Құдайдан құтты күні ұрады екен. Бұл бер жағы сіңліме түсіріп аш деп түсірткіздім. Видео желіге тараған соң полиция күдіктіні изоляторға қамады. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Ал ұлынан таяқ жеген ақсақал, сіз бен біздің өкінішімізге орай о дүниелік болды. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештери. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Түркістан облысында мүгедек әкесін балағаттап, аямай ұрып соққан ер адам қамауға алынды. Аузынан ағит кіріп, көгіт шығып, қарт кісіні әбден қорлаған қатыгез перзенттің әрекетін әлдегімдер түсіріп алып әлеуметтік желіге жариялап еді. Төбе шашыңды тік тұрғызып, құйқаңды шымырлататын бұл сұмдық жағдай Шардар ауданында болған. Жарымжан қарияны туған баласы төпелеп жатқанда жанында жүрген келіні міз бақпайды. Әбден ет үйреніп кетсе керек, тіпті араша түспеген. Таяқтың астында қалып, ұлынан қорлық көрген қария дүние салыпты. Ал қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай әлпештеп өсірген әкесіне білгенін істеген баласы ауданға танымал тамада һәм әнші екен. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Болған оқиғаның мән-жайы анықталуда. Қажетті жедел тергеу шаралары жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Елдің бәрі мына айтып атқан Түркістандағы әкесін сабап атқан бала туралы ғой енді. Бұл жерде ол бала білу керек, что ол өзінің әкесіне сондай нәрсе жасады ма, оның балдарынан ол міндетті түрде қайтады. Бірақ енді бұл жерде таяқтың екі ұшы бар. Бүкілі баланы жерден алып жерге сабатыр. Бірақ бұл жерде таяқтың екінші ұшы не дейсіздер ғой? Осы ақша жеп, жаңағы арам ақшамен бала шағасын бағып атқан кейбіріне чиновниктер бар ғой, ұрланған ақшамен жеп атқан. Шешеңді сыйлайын. Соның ақыры сондайға апарады. Балаңды адал ырзық несібемен бағу керек. Балаңа арам ақша жегізбеу керек. Арам ақша жеген бала сондай нәрсені жасайды, Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар,
баламды шоколад кәмпитпен бақтым деп кезінде марқұм Абдуғаппар ұстазымыз айтты ғой, шоколад ұрланған шоколад кәмпитпен баққан балаң тілазар болады. Әкесін қарттар үйіне өткізеді. Айуан шешеңді сыйлайын, бір сондай надан болады. Міне соның кейпін көріп тұрық бауырлар. О баланы жерден алып жерге сабатқанына мен баланың сөзін сөйлеп тұрған дымым жоқ. Бірақ таяқтың әрдайым екі ұшы болады бауырлар. Сол үшін ақша жеп, арам ақшамен бала шағасын бағып атқандар, ойланыңдар. Бұл сендерге сабақ болды кәдімгі үлкен. Тұрмайсыңдар қағылым шешуіңнен тұр. Қабырсың содан жек қағылымыз. Аяғыңды басы. Шешуі. Бұл көріп жатқан жағдайларыңыз Шымкент облысында болып жатқан жайт. Әкесін төмпештеп жатыр деп естідік. Бұл енді адам емес, не мал емес, бір хайуан біреу болды ғой. Осындай қылып әкесіне күн көрсетпей жатқан. Сені ертеңсін балаларың емес, жақын арада халық сені жазалайтын болады. Бүкіл органдар қазір сені іздестіру шараларын алып жатыр. Құдай сақтасын, бұндай адамдар әлі елімізде бар екен. Көріп жүрегіміз ауырып кетті. Әке шешесін сыйламаған бұл өмірде де, ана өмірде де жайсыз өмір сүреді. Алла сақтасын бұндай адамдардан. Әкесіне қол көтерген, ұрған, соққан, мұрынған атқан, оңбаған, малғұн, ишак, хайуанның суреті осы. Туғалым. Әкесі уже қайтыс болыпты, прикиньте. Қайтыс болыпты. Тола, иманды болсын. Жатқан жері жайлы болсын, топыра торқа болсын. Қабірі жарық болсын. Ана хайуан әкесіне қол көтеріп ұрып жатқан кезде әкесі ішінен қаншама қарыз айтқан шығар. Не уверен. Оңбайды уже болды. Екі дүниеде де оңбайды. Ауыр. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам чего будет принято соответствующее решение. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит. Міне, қылмыскерді алып шықты. Қылмыскерді әкетті, әкесімен бүкіл интернетке тарқап кетті. Прокуратура бәрі келді оғын, бәрі тексерген кетті. Қабырсың содан жек қағылымыз. Соны бизнес боласың. Түсіндің ба? Мен айтқанды істеймін. Ренжімен. Яғы бұрын амғылым ба? Яғы сұмырын ба? Тоқмар еш. Маған шеш. Тұр! Тұрмайсыңдар қағылым шешуіңнен тұр. Тұр бол. Дәргеше. Ұстамына өлік шешуіңнен ағыз сізбейді. Шешуіңнен ағыз сізбейді. Шек нақыл. Әшәрі? Балғын шешуіңнен ағыз сізбейді. Ешек білеміз. Ұстамынан шешуіңнен бір жақты аламын білеміз. Өмір сүретін оған мен өлетін оған шешуіңнен ағыз сізбейді. Тұр нақыл. Тұр аяғыңды басы. Аяғыңды басы.